Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын талқан дайындап көрсетемін. Бар болғаны 4-ақ ингредиенттен жасалады. Олар талқан, май, қант және сүт керек. Ең алдымен талқанымызға қантты қосып, видеода көрсетілгендей етіп, қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан соң майды қосамыз. Толықтай майдың барлығы ерігенше араластырамыз. Өте ұзақ араластыру керек, өйткені май толықтай еруі керек. Міне осындай болған кезде үстіне сүт құйып, тағы да араластырамыз. Сүтті міндетті түрде қосу керек, себебі домалақтайтын кезінде сүт қоспасақ бірікпей қалады. Енді видеода көрсетілгендей етіп, қолымызбен домалақтап, құрт секілді жасаймыз. Міне біздің талқанымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, 30 дана шығады. Видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.